Қазақ әйелдеріне тән қасиет пе екен? Әйелдің қырық жаны бар деп, бар қиындыққа шыдап, тіпті еркекпен тең жұмыс істеп, отбасым, бала-шағам деп шапқылап жүреді. Мұндай әйелдің қадірін барлық еркек бірдей бағалай бермейтінін тағы да айту керек. Өмірде мұндай мысалдар көп қой. Сондай мысалдардың бірі өзіммін. Сіздерге тағдырым жайлы баяндап, шерімді тарқатсам деп едім. Соншама еңбекпен жеткен жетістіктерімнің дәмін өзім де, балаларым да тата алмағанымыз үшін ішім удай ашиды. Сонда мен қайдағы біреу үшін соншама жылымды сарп етіп, текке күрескенім бе? Мен ашық күресте жеңілген жоқпын. Көпе көрнеу, ту сыртымнан пышақ ұрған әділетсіздікке тап болғандықтан ашынып отырмын. Бұл еңбек айдаладағы біреу үшін емес, өз балаларым үшін жасалған еңбек еді. Балаларымның жарқын болашағы үшін төгілген тер еді. Менің орнымда болған кез келген әйел дәл мендей ашуланар еді. Өйткені қазақта мал ашуы жан ашуы деген нақыл сөз бар. Дүние ғой, қолдың кірі десем де, дүниеге емес, сол жолда аянбай төгілген терім үшін жаным ауырады. Қазір жасым 38-де. Өмірімнің бел ортасына келгенде, көрген сатқындығы өмірден түңілдіріп жібере жаздады. Бірақ балаларым бар. Мен балаларыма керекпін. Ал ойсыз адамдар үшін мен өз өмірімді қимаймын, және әр нәрсенің қайыры бар. Олардың міндетті түрде өз жазасын тартарына сенімім мол. Күн көрістің қамымен туған үйімнен жырақта табыс табу үшін жұмыс істеп жүргенімде күйеуіммен таныстым. Ол да өзім секілді қарапайым жанұядан шыққан, оқымаған жігіт. Екеуіміз қара жұмыс істесек те, адал еңбекпен нан тауып жүрген соң бір-бірімізді жақсы түсіндік. Солай сөйлесіп жүріп, отбасын құруға шешім қабылдадық. Бірақ күйеуімнің ата-анасы біздің үйленуімізге қарсы болды. Өйткені ол солтүстіктің тумасы, ал мен оңтүстіктен. Жер шалғайлығы деген жай ғана сылтау шығар. Екі жас бірін-бірін ұнатып тұрса, қарсылық танытатын ата-аналар бұрынғыдай көп емес қазір дейтінмін. Біз махаббат үшін күресеміз, барлығын жеңеміз деп уәделестік. Қысқасы, ата-аналарымыздың қарсылығына да төтеп беріп, бас қостық. Ата-енемнің кіржиген қабақтарын бағып, оларды жатырату үшін не істемедім десеңізші. Ұлымның тапқанын ішіп-жеп, арамтамақ болып үйде жатырсың деген сөздері көбейген соң, мен де жұмыс істейін деп күйеуіммен еріп қалаға кеттім. Осында жүргенде тұңғышымды босандым. Немерем дүниеге келді деп қуанған ата-енемді көрмедім. Беташарды ырымын жасап, некемізді қидырғанмен, құдалық шақырып той жасау болған жоқ. Сонда да ата-анам қызым бақытты болса болды деп үндемеді. Біздің жақта бесік әкеліп, той жасайды ғой тұңғыш балаға. Ол да болған жоқ. Анам айтып еді, бесік апарайық, құдағиға айт, қай уақытқа ыңғайлы екен, деп. Бірақ енем елең қылмады. Сосын анам басқасын әкелмесе де, балама бесігі мен бір сыпыра киім кешегін алып келді. Өзіміз күтіп жібердік анамды. Жас отбасымыз ғой, керемет табысты бола қалған жоқпыз басында. Тек анамның қолдауымен ғана осы күнге жетіп едік. 4 бала таптым. Оның алғашқы 3-еуі қыз бала, кенжем ұл. Ұл таппадың деп, тиісетін енем тынышталатын шығар деген оймен 3 қызымды кесар тілігі арқылы өмірге әкелсем де, 4-шіме тәуекел еттім. Ұлға жоспарлап Алладан сұрап ұлды да болдым. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Сонда да мойымадым. Енді балаларымызды пәтерден пәтерге қаңғып өсірмейік деп, тірнектеп жүріп, ауылдан ата-енемнің жанына жақын тұрайық деп жер алып, кішігірім үй салдық. Балаларыма анам қарады. Анам көп көмек берді. Енді келіп, сол дайын үйге басқа әйел ие болып отыр. Күйеуім үй соғып жатқанда, соның шаруасымен жиі кететін еді ауылға. Соңғы кеткенінде жаңа үйімізге өзге әйелді кіргізіп үйленіп алған екен. Мұны естігенде қаным басыма шапты. Мен бұлай қалдыра салмаймын. Балаларымның несібесін біреуге жегізіп қоя алмаймын. Әлі күресемін. Кім ойлаған десеңізші, осылай боларын. Ішім ашиды.